Қайырлы күн баршаңызға, сіздермен бірге Назерке. Бүгін сіздерге өте дәмді болып шығатын, тойымды әрі тез дайын болатын макароннан палау дайындаймыз. Видеода өзімнің жапыспай шашырап пісетін макарон дайындау жолын көрсетемін. Міндетті түрде видеоны соңына дейін қарап, каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Ең алдымен керекті заттардың барлығын турап дайындап аламыз. Керекті заттардың тізімін описанияда қалдырамын. Мен мұнда барлық заттардың көз мөлшермен алдым. Көбірек істеп жатырмын. Егер де аздау істеймін десеңіздер, қалауыңыз бойынша азырақ алып істете бересіздер. Міне барлығын турап дайындап алдым. Енді қоруға кірісемін. Ең алдымен қазанымызды қыздырып, макаронымызды қызартып қорып аламыз. Қорып болған соң бөлек ыдысқа алып, қазанымызға сұйық майды құйып, етімізді жақсылап қуырамыз. Майда мен мұнда 1,5 шөміш май құйдым. Егер аз істесеңіздер, 1 шөміш құйсаңыздар да жеткілікті болады. Сосын пиязымызды салып, жақсылап араластырып қуырамыз. Міне етіміз бен пиязымызды жақсылап қызарғанша қуырып алдық. Енді сәбіз бен тәтті бұрышымызды салып, жақсылап 2 минуттай қуырамыз. Одан соң картошкамызды салып, оны да 2-3 минуттай жақсылап араластырып қуырамыз. Енді жарты қасық томат салсаңыздар да болады. Сонда тамақтарыңыз әппақ болып қалмайды. Салмасаңыздар да болады, қалауларыңыз бойынша. Міне барлық массамыз жақсылап қуырылып болды. Енді жаңағы қызартып қуырылған макарондарымызды салып, барлығын бірге араластырып, 2-3 минуттай қуырып аламыз. Енді дәміне қарай тұз, бұрыш салып, араластырып қуырамыз. Енді қайнап тұрған суды құямыз. Макарондардың бет жағына келгенше су құямыз. Көп құйып жүрмеңіздер, макарондарыңыз езіліп кетеді. Міне енді суы тартылғанша орташа отта қайнатамыз. Бұл кезде астындағы отты төмендетпеңіздер. Суы тартылған, тартылмағанын әр кезде араластырып, қарап тұрыңыздар. Демдеуге дайын болып қалды. Суы мүлдем жоқ болып қалмауы да керек. Аз ғана суы қалғанда оттың астын төмендетіп, 20 минутқа демдеп қоямыз. Міне дайын болды, ас болсын. Егер видеоны соңына дейін қараған болсаңыздар, лайк басып, комментария жазып, менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар.